егер ИП ашатын болсаң, сенің клиенттерің көбейеді деді. Кәсібіңіз жалпы өзіңіздің атыңыз сияқты, есіміңіз сияқты ерекше екен. Жалпы Ерекше. әйел адамдар қолға ала бермейтін, көбінесе ер азаматтар айналысатын кәсіптің бір түрі екен. Қазір бір 5-10 минутта соңға келген кезде тоже жеке куәлігіңізбен келесіз, 5-10 минуттың ішінде тіркеп бере салады. Бір жылдың көлемінде 11 айға дейін жеңілдетілген график бойынша пайызын төлеуге біз жеңілдік жасап бере аламыз. КМФ-тан сол 10 жылдан бері үзілген жоқ. Бізге жұмысымызға да ыңғайлы. Бұндай өнім менің ойымша біздің Қазақстан нарығында жалпы жоқ деуге болатын шығар. Баршаңызға сәлем, бұл КМФ подкаст, сіздермен Сандуғаш Сұлтан және біздің бүгінгі қонақтарымыз КМФ компаниясының аймақтық директоры Мейіржан Рыскелдіұлы және алматылық кәсіпкер Саруарт Ноғайбаева. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Біз енді бүгінгі тақырыбымызды осы кәсіпкерлікке арнағымыз келеді. Оның ішінде жалпы ресми тіркелген кәсіп. Кәсіпті ресми жүргізу мен тіркемей жүргізудің қандай айырмашылығы бар, сол жөнінде талқыласақ. Саруарт ханым, сіз өзіңіз туралы қысқаша айта кетсеңіз, қандай кәсіппен айналысасыз? Мен енді қазақша айтқанда темір терсек сатамын. Бұл жұмысқа 2002 жылдардан бастап осы жұмысқа келдім. Енді бастапқы кезде ешқандай бізде кәсіп болған жоқ, енді ресми түрде. Өз бетімізбен жұмыс жасадық та, оны әкімшіліктен, мысалы, егер клиенттеріміз бізден құжат сұрайтын болса, әкімшілік беретін. Сол базардың әкімшілігі беретін. Кейін 10 жылдан бастап бізден сұрай бастады. Егер жеке кәсіп істеулеріңізге болады, шетінен тіркеліңіздер. Осындай 1-2 жылдың ішінде толық сол жеке кәсіпке өтулеріңіз керек деген хабарлама жүргізді. Сол кезде мен өз еркіммен бірінші кәсіп ресми түрде ашқан кісілердің біреуі болдым. Бірінші аштым десем де мен мысалы қателеспеймін. Осы кәсіп туралы өзімнің бас есепші болып істейтін сестрам болатын. Сол кісіден сұрадым. Осылай бізге ИП аш деп жатыр, қалай болады деп едім. Егер ИП ашатын болсаң, сенің клиенттерің көбейеді деді. Безналмен жұмыс жасайтын клиенттерің көбірек болады, қорықпай аша бер деді. Жаңағы соның ай сайынғы төленетін налогтың бәріне өзі көмектесіп отырды. Сөйтіп бірінші ашқан кісілердің біреусі өзім болдым. Айтқандай, менде туымен жұмыс жасайтын кісілер безналмен алып сол кәсіпке клиенттерім көбейді. Сол кісілердің көбісі мен туы арыстан құрылыс, туы толағай деген сияқты олармен әлі жұмыс жасаймын. 11 жылдар ашсақ, уже 10 жылдан аса болды. Ресми түрде жұмыс жасап атқанымызға. Тамаша, сіздің кәсібіңіз жалпы өзіңіздің атыңыз сияқты, есіміңіз сияқты ерекше екен. Жалпы әйел адамдар қолға ала бермейтін, көбінесе ер азаматтар айналысатын кәсіптің бір түрі екен. Қалай келдіңіз жалпы? Неге осы кәсіптің осы түрін нақты таңдадыңыз? Мені бауырым шақырды. Осындай темір сатсақ деп, мен үлкен бауырым шақырды. Ол кісінің өзі қазір Талдықорғанда бірнеше металл прокаты бар. Кейін екеуміз бастадық бірге. Мен өзім Алматыда тұрғандықтан осы Алматыда қалдым. Ол кісі өз Талдықорғанға көшіп кетті. Темірлермен бәрімен сояқтан ашты. Маған енді істеген осы жерде ұнады. Өйткені бұл кәсіптің мысалы алғанда бұл шірмейді, бұзылмайтын нәрсе. Мысалы бізде доллар көтеріліп жатады, баға өзгеріп жатады. Сол кезде баға көтерілсе, бағасы көтеріліп тұрады. Бұзылып шіріп кететін нәрсе емес. Маған сондықтан бұл кәсіп ұнады. Бұғанға дейін мен мал шаруашылығымен айланысқам. Сол жинаған біраз мал болған. Соны сатып, 1-2 ай қасында болдым да, маған кейін осы кәсіпке мен осы кәсібімді осылай темірге өзгерттім. Сөйтіп 10 шақты жыл жұмыс жасадым. 10 шақты жылдан кейін ресми түрде кәсіп аштық. Содан кейін де қазір маған енді бұл жұмыспен шұғылданған өте ұнайды. Клиенттеріміз мысалы осы темірлерді әкелетінде, оны алатында клиенттеріміз қазір бар, енді өзіміздің постоянный клиенттеріміз. Сонда сіздің қазір сауда нүктеңіз Алматы қаласындағы
базарда орналасқан иә ғой. базарда орналасқан әзірше. Менің қасымда 1-2 болысатын жұмысшы балаларымыз бар. Олардың бәріне жаңағы несі төленіп тұрады, зейнетақы төленеді. Иә, біздің өзімізде енді зейнетке шығатын болсақ, өзімізге де зейнетақы төленіп тұр. Жаңағы артықшылығы деген, сіз жаңа сұрақ қойдыңыз ғой, артықшылығы қандай деп. Сол зейнетақымыз төленеді. Онан кейін өзіміздің де мысалы қанша жылдан бері кеткен стажымыз бәрі белгілі болып тұрады. Осында осы жолмен істегеннен кейін. Енді сіз қазір артықшылықтарын айтып отырсыз ғой, жалпы. Демек сіз басында осы кәсібіңізді бастаған кезде тіркемей, иә? Бейресми, иә, істедіңіз. Демек сізге айырмашылығы білінді ғой, иә? Мысалы, қызметкер іздеген кезде, мысалға бизнесі ресми тіркелмеген адам мен бизнесі ресми тіркелген адамның егер таңдау болатын болса, ол келіп тұрған қызметкер міндетті түрде ресми жүргізетін кәсіпкерге келеді ғой. Өйткені оларға жаңа зейнетақы төленеді. Иә, сондықтан бірақ менде сол өзімнің, біз көп адамдарды іздеген емеспіз. Басында істеген менде 2 бала бар, солар уже 10 шақты жыл бірге істеп жатыр бізбен. Бірақ соңғы жылдары біз бөлек жаңа есепші адамды алдық. Енді ертерек кезде біз өзіміз жасайтынбыз жаңағы төленетін налогтардың бәрін. Енді қазір кішкене оңай. Қазір енді заманға байланысты бәрі онлайн болып жатыр. Тез жасалады, телефонмен жасалады. Сонда да біздің есепшіміз бар, 1-2 болысатын жұмысшыларымыз бар. 4-5 адамбыз біздің немізде, епімізде. Сол күнді есіңізге түсіре аласыз ба, мысалы, жеке кәсіпкер ретінде ресми тіркелген күнді? Мысалы, қазір өзіңіз жұмыспен қамтып отырған азаматшаларымызға, егер осы бизнесіңізді неғып ресми жүргізбейсіз, неге тіркелмейсіз десеңіз, олар өте қиын, құжат жинау керек, кезекте тұру керек деген сияқты айтып жатады. Есіңізге түсіріп, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіңізші. Сіздің әңгімеңізден түсінгенім, бұл біраз жыл бұрын болған. Қазіргі жағдайды естуімше, 1 күннің ішінде ма тезірек тіркеуге болады? Иә, бұл сол бұрынғы кезде де 1 күннің ішінде тіркелуге болатын. Онда тек қана жеке куәлікпен барасы да, иә, сөйерден 1 күннің ішінде тіркелуге болады. Оған жаңа қосымша кассовый аппарат дейді, кассовый аппаратын алдық, ол да қасында болатын, бәрін 1 күнде бітіріп кететінбіз. Ол да тез. Енді қазіргі кезде одан бері 10 жылдан аса уақыт өтті. Онда 1 күн болса, қазір 5-10 минутта. Соңға келген кезде тоже жеке куәлігіңізбен келесіз, 5-10 минуттың ішінде тіркеп бере салады. Көп құжаттың керегі жоқ, ешқандай құжаттың да керегі жоқ. Енді ары қаратай оның енді қиыншылығы ары қаратай жұмыс барысында болады. Жұмыс істеген кезде тек уақытысымен налогтары төленіп тұрса болды. Кейбір адамдар соны өзімізден де сұрағандар болды, жұмыс жасап жүргенде. Осы налог ИП-ны ашатын болса, кейін жабамайды деп айтады, жабу мүмкін емес деп айтатындар, сөйдінде сұрақтар қойғандар болды. Егер уақытысымен бәрі налогтары төленіп тұрса, оның ешқандай уақытша жабудың қиындықтары жоқ. Тек бәрін уақытысымен, квартал сайын төленетін налогтар төленіп тұрса, уақытысымен, оның ешқандай қиындығы жоқ. Сол кейбір адамдар соны төлемей қалады, штраф болады. Содан кейін жабамай қалып, онан кейін жапқан әрине қиынға түседі. Біріне кешке дейін сол налогыда жүру керек. Сондықтан сонда қиындықтар болады. Оны тек қана уақытысымен төленіп тұрған болса, ешқандай қиындықсыз жабылады да, ашылады да. Рахмет, өстіп тәжірибеңізбен бөлісіп отырғаныңызға. Жалпы айтып жатады ғой, мысалы, бизнесін ресми жүргізетіндерге мына қаржыландыру жағынан да табу жалпы оңайырақ деп ол. Оңайырақ, мысалы, банкке барса да, сол жақта сразу сұрайды, ИП-ңыз бар ма? Документтерді көрсеткеннен кейін оған сенімді түрде құжаттар алуға болады. Біз енді бір сөзбен айтқанда кредит дейміз ғой. Кредит алғанға да оңай. Өйткені сол жерде ашық көрсетіп тұрады, сіздің қанша ақшаңыз айланымда, қанша жыл жұмыс жасайсыз, сізге сол құжаттарды жаңағыдай доверить етуге бола ма деген сияқты. Оңай алынады. Енді кәсіп туралы айтқан кезде міндетті түрде осы қаржы мәселесі қоса жүретін сұрақ қой. Мейіржан мырза, сіз енді осы ретте КМФ компаниясының осы Саруарт ханым сияқты кәсіпкерлерге қандай мүмкіндіктер жасап отырғанымен бөлісіп өтсеңіз.
Бізде бизнесті қолдау мақсатында КМФ тарапынан мынау жеке және заңды тұлғаларға және мынау шағын және орта бизнестерге түрлі өнімдеріміз бар. Сол өнімдеріміздің бірін мен айта кетсем, бұл жерде бізде КМФ іскер деген өніміміз бар. Яғни КМФ іскер бұл жерде екі бағытта қаржыландырады. Яғни біз дегеніміз біз кәсіптің өзі айттық қой, шағын және орта болып бөлінеді, яғни микро және МСБ болып. Енді микро деген өздеріңізге анық белгілі, яғни майда суммадан бастап, яғни 50 мың теңгеден 10 миллионға дейін сумманы қарастырылады. Ал екінші бағыты бізде жаңа айтқандай, мынау шағын орта кәсіпкерлерді дамыту мақсатында қаржыландыру, ол бізде 10 миллионнан 69 миллионға дейін қаржыландырамыз. Яғни осындай біздің өз бизнесін жаңағыда заңдастырған кәсіпкерлерге, яғни жеңілдетілген пайыз ретінде біз өз несиемізді ұсынамыз. Бұл жерде басты клиент бизнес саласы агро және бизнес саласы болу керек. Яғни бұл жерде енді нақты уақытына келе кетсем, мерзімде несиенің мерзімі. Енді бұл жерде 3 айдан бізде 84 айға дейін ұсынамыз. Бұл жерде клиенттің қажеттілігіне байланысты, клиенттің өзінің төлем сомасына байланысты біз төлем уақытысын біз клиенттің өзіне сайғып жасап бере аламыз. Енді бұл жерде негізі мақсатын айта кетсем, бұл екі мақсатта пайдаланады клиент, яғни айналым құралдарына пайдаланады. Яғни дегеніміз өзінің тауарын алуға, және де ауыл шаруашылығымен айналысатын клиенттер болатын болса, мал басын алуға, және бізде екінші бағыты бұл негізгі құралдарға. Яғни дегеніміз бұл жерде біз өз бизнесіне құрал жабдықтар, техникалар және мынау ғимараттар алуға пайдаланылады. Енді одан бөлек бізде осы өнімде бізде мынау льготный период деген болады, яғни жеңілдетілген төлем түрі де қарастырылған. Яғни бұл жерде агро саласында біз каждый за период деп атаймыз, бір жылдың көлемінде 11 айға дейін жеңілдетілген график бойынша пайызын төлеуге біз жеңілдік жасап бере аламыз. Яғни бұл бизнес тарапына да қарастырылған. Яғни дегеніміз клиент бірден үлкен сумма алғаннан кейін, енді төлем сомасы да аз болмайды ғой. Сол төлем сомасының біз жасап бере аламыз, яғни льготный период, пайызын төлеу мақсатында. Яғни алдағы 6 ай болар, енді клиенттің ұсынысына қарай біз енді максимал 9 айға дейін бере аламыз. Яғни 6 ай көлемінде осы бизнесін ары қарай дамыту мақсатында біз бере аламыз льготный период пайызын төлеуге. Ары қарай, яғни 6 айдан кейін клиент уже бизнесіне қаражатты салғаннан кейін ары қарай өзі төлемін ары қарай төлеп кете беретін болады. Қолына ақшасы түскенде дейсіз ғой? Қолына ақша түскеннен кейін. Қазір таңда бірден төлемді төлеу болады, бірақ сонда да қазір оборот қалғаннан кейін көп клиенттер оборотқа салғысы келеді, бизнеске салғысы келеді. Сол себепті біз мысалы 6 айға дейін жеңілдік ретінде пайызын төлейтін қылып жасап бере аламыз. Керемет, менің ойымша бұл кәсіпкерлер үшін таптырмайтын көмек, былайша айтқанда. Расымен де қарап отырсақ, яғни кәсіпкерлер үшін, яғни ресми жүргізетін бизнесті, ресми жеке кәсіпкерлер үшін жалпы мүмкіндіктер көп екен. Артықшылықтар да көп, мүмкіншіліктер де көп, қай жағынан алып қарасақ та. Осы үлкен сумма беру барысында біз ресми кәсібін жүргізген клиенттерге аса басымдылық береміз. Себебі бұл клиенттерде біз бізде ханым айтып кеткендей, табыстарын нақтылай алады. Яғни клиенттің айту бойынша емес, яғни қағаз құрал ретінде, расталған қағаз ретінде біз табысын есептей аламыз. Соған байланысты біз тез шешім қабылдай аламыз. Енді басқа қаржы саласымен салыстыра кетейін, біздің КМФ-тің енді өтініш түскен күннен бастап бізде сол клиентке жеке менеджер тағайындалады. Яғни әр клиенттің өзінің жеке менеджері болады. Яғни менеджер бұл сіздің несие алғанға дейінгі жұмыстарды да жасайды, несие алып кеткеннен кейін де жұмыстарды жасайтын болады. Яғни дегеніміз бұл несие сарапшының жұмысы, яғни сізге бір бағдар беру. Сізді сізге толық бизнесіңізге сұрыптама дейді, анализ жасау, және де сіздің кепілге қойған ғимаратыңыздың да оценкасын осы сарапшы жүргізеді. Оның барлығы компания тарапынан тегін болады.
Иә, мысалға басқа неде қаржы саласында өздеріңізге мәлім ғой, енді ол оценка жасау ол ақылы түрде жүреді, және ол бір апта мен 10 күннің арасында созылуы мүмкін да. Енді біз қазір практикада бар, біз егер де клиент толық бізге мәліметті беретін болса, ашық ретінде, біз үлкен сумма, жаңа айттық қой, 69 миллионға дейін сумманы бір аптаның көлемінде берген жағдайымыз бар. Яғни клиент келгеннен бастап бір аптаның көлемінде 69 миллион жаңа максималды сумманы алып кеткен жағдайларымыз бар. Сол себепті біз қазір компания ретінде клиенттерге мына уақыт жоғалтпай, яғни бизнесін дамытуға уақытты жаңағыдай тиімді пайдаланып, біз ең жаңағы жылдам беруге өзіміз басты қағидамыз қазір таңда сол болып отыр. Тамаша, енді сіз КМФ компаниясының аймақтық директоры болғаннан кейін, осы компанияда істегеннен кейін жалпы артықшылықтарын айтып отырсыз ғой. Сіз жалпы растайсыз ба осы КМФ компаниясына қалай келдіңіз? Бәлкім басқа да қаржы институттарына барған шығарсыз? Біз КМФ компаниясына, біз енді сол базарда болған кейін халық көп қой, мысалы Ұзынқұлақтан қазақша айтқанда өстіп естіп аттық. Осылай 2-3 адам біріксе, басқа ешқандай залог ештеңе қоймай қаржы алуға болады дегенді естіп аттық. Сіз топтық қаржыландыру туралы айтып отырсыз ғой? Иә, топтық қаржыландыру. Бірінші болып, біз 3 адам болып, ол кезде менеджер Ермек жасайтын сонда жұмыс. Сонда өзіміз келіп, бірінші рез алдық. 300 мың, 400 мың, содан кейін көбейе бердік. Қай жылдары? 2010 жылдары келдім мен. 10 жылдан асты ғой демек сіздің КМФ компаниясына келгеніңізге. Содан кейін Ермекпен біз өте жақсы жұмыс жасадық. Әрбір соны жапқаннан кейін біз одан көбірек әрбірден кейін қосылып отырады. Бір кредит жабамыз, содан кейін біздің алатын суммамыз қосылып отырады. Алатын қаржымыз. Солай мен қазір соңғы рез көп алған суммам 20 миллионға дейін алдым. Біз өте жақсы жұмыс жасадық. Просрочка жасаған жоқпыз ешқасан. Мен Ермек жұмыс жасап атқан кезде көп адамдарды осылай айта жүріп, өте көп адамдарды алып келдім КМФ-қа. Олардың бәрі рахметтерін айтады қазір. Әлі алып жатыр. Қасымызда қазір Зинаш дейтін зейнеткер апамыз бар. Осы күнге дейін алады. Менің қасымда жұмыс жасайды. Басқа бірнеше жаңағындай 3-4 адамнан қосылып алған бірнеше адамдарды мен алып келіп, олар әлі алып жатқандар да бар. Енді мен кейін жеке алып кеттім. Жаңа сіз айтқандай мен пәтерімді қойып 20 миллион алдым, соңғы алған көп ақшам. Содан кейін сол 20 миллионды өте ыңғайлы, мысалы 20 миллионның жартысын төлеп болсам, 10 миллион керек болып жатса, соның үстінен 20 миллион толғанша тағы да қаржы алуға рұқсат. Транш ретінде солай бірнеше рез алдым. Бұнда енді КМФ-тан сол 10 жылдан бері үзілген жоқ. Бізге жұмысымызға да ыңғайлы. Бізде жұмыс жасағаннан кейін күнделікті ақша түсіп тұрады, товар аламыз. Тағы басқа нәрселерге балалар оқыттық, сондай нәрселерге ақша жұмсалып кетіп жатады. Сонан кейін арасында осылай жаңа үлкен сумма қаржы алған кезде аламай жатқан товарларымызды аламыз. Болмаса жаңа техника деп айтылды. Мен бір техника алдым осы КМФ-тің арқасында. 5 миллион тұрады, 5 миллион 200. Көлік алдық, пәтер алдым. Сондай кездерде біразын жаңа товарға жұмсасақ, первоначальный құйып, пәтерді алдық. КМФ-қа біздің алғысымыз шексіз. Тек қана мен емес, бұл КМФ-та көп деген бізде жұмыс жасаған адамдардың бәрі осы КМФ-тан ақша алып жатыр. Бұлай салыстырғанда КМФ-тің жаңа процентный ставкасы деп айтып жатамыз ғой, ол да аса үлкен емес. Енді бізге тиімді. Сондықтан жаңағы сіз алып жатқан енді келешекте жаңағы 50 миллиондық қаржысын алсам ба деп үміттеніп отырмыз. Әрине. Иә. Бізде енді тыңдап отырған тыңдарман жаңағыдай түсінбей қалмасын. Жаңағы сіздің басында айтып өттіңіз ғой, біз кепілдікке ештеңе қойған жоқпыз дедіңіз. Одан кейін жеке шыққан кезде кепілдікке пәтерді қойдық дедіңіз. Осы Мейіржан мырза, осы ретте сіз түсіндіре кетсеңіз, иә, жаңағы топтық КМФ достар деп аталатын топтық микрокредит туралы, одан кейін неліктен Саруарт ханымның өз пәтерін кепілге қойғаны туралы айырмашылығын түсіндіре кетсеңіз. Жарайды. Енді топтық несие жаңа негізі условиясы бойынша 2 адамнан 10 адамға дейін топ мүшелері бола алады. Ол жерде топтың ең минимальный суммасы, максимальный суммасы бізде 7 миллионға дейін. Әр адамға топта. Әр адамға, яғни әр мүшесі, бірақ кем дегенде 3 адамнан жоғары болу керек.
ал егерде 2 адамға дейін болатын болса максималды сумма 5 миллионға дейін болады. Яғни дегеніміз клиент 7 миллион алғысы келетін болса, әр топ мүшесі 3 адам бола ма, 5 адам бола ма, яғни 10 адамға дейін әрқайсысы 7 миллионға дейін сумманы ала алады. Енді бұл кісі үлкен сумма керек болғаннан кейін топтан енді бұл кісі шығып, өзі жаңағыдай ғимаратын кепілге қоя отырып, яғни бізде жаңағыдай МСБ деп аталды, малый средний бизнес, яғни шағын бизнестерін дамытуға, яғни сол өнімімізге өтіп отыр бұл кісі. Соны себептен бұл кісі қазіргі таңда 20 миллионды кепілге қойып алып отырсыз. Иә. Содан кейін жаңағы достар деп айтып жатсыз ғой. Сондағы ең тиімдісі бізге басында ұнағаны жұмыс жасап жатқан жерді көрсетіп, товарларды көрсетіп алдық. Келіп, мысалы менеджер тексереді, онда біздің қолымызда дәптер жазылады ғой күнделікті. Сонымен қанша сауда жасаймыз, қаншалықты қаржы түсіп тұр, соны тексеріп, товарды тексеріп, контейнерлерді көрсетіп алдық. Бұдағы ең жаңағы бізге тиімдісі сол болған. Сонда біз жан-жақты бәріне мен солай шақырдым. Сенің товарың тексереді, саған мысалы үй қойып ештеме керек жоқ, осылай 2-3 адам бірігіп төлеуге болады деп. Сөйтіп біз басында бірнеше жылға дейін сөйтіп алып жүрдік. Адамдардың көбісі осыған мынау жақсы екен деп, барлығы сол жаңағы достар 3 адам, 4 адам болып бірігіп алып жаттық. Әрине, осы кәсіпке алған кезде ең қорқыныштысы менің ойымша осы залог деп атамыз ғой, кепілдік. Мына көбісі базарларда жан-жақтан келген адамдар болатын. Кейбіреуінде прописка бар, кейбіреуінде прописка жоқ. Бәрімізге белгілі квартирада тұратын адамдар бар ғой. Сол адамдарға бұл өте тиімді болды. Сол кездерде. Сондықтан бәрі істеп жатқан орнын көрсетіп, өзінің кәсібін көрсетіп, қолдарындағы барлығымыз солай енді жазып тіркейміз ғой. Жаңағы дәптерімізді, черновиктерді көрсетіп, сондай алған бізге тиімді болған сол уақытта өте. Олай өте көп, әлі алып жатырмыз. Келіп, контейнеріміз тексереді, товарларымыз тексереді. Сол товарларды залогқа қойған сияқты ғой енді. Ол КМФ достарда ең тағы да бір артықшылығы, ең бірінші орындағы кепілдікке осы топтағы адамдардың достығы, бір-бірінің сенімі қойылады. Бір-біріне сенімі. Бұндай өнім менің ойымша біздің Қазақстан нарығында жалпы жоқ деуге болатын шығар. Өйткені КМФ компаниясы 97 жылдан бері жалпы басым бөлігі осы кәсіпкерлер әлі күнге дейін тұтынушылық, тұтынушылық дегеніміз білесіздер, қаржыны жалпы той жасауға немесе күнделікті қажетіне жұмсағаннан гөрі жалпы қаржыны осылай кәсіпке салған дұрысырақ қой. Олай болса, құрметті қонақтар, сіздерге көп рахмет, уақыттарыңызды бөліп, осылай Саруарт ханым келіп, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісіп, кәсіп ашамын деген ниеттегі біздің отандастарымызға жаңағы өзіңіздің тәжірибеңізді айтып, қаншалықты жеңіл екенін, қалай ақшаны жұмсау керек екенін, қалай айналысу керек екенін айтып беріп отырсыз. Ержан мырза, сізде жаңағы компаниямыздың осы кәсіпкерлер үшін қаншалықты көмек беріп отырғанын, кімдердің бізге келе алатыны, қандай ұсыныстарыңыз бар екенін айтып отырсыз. Сондықтан әңгімелеріңіз үшін көп-көп рахмет. Сіздің кәсібіңіз өрлей берсін, КМФ-пен бірге дами беріңіз. Рахмет сіздерге де. Олай болса, құрметті тыңдарман, келесі кездескенше аман саулықта жүздесе берейік. Рахмет. Сау болыңыздар.